Хейо, ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге мен әдеттегідей бүгін Free Fire Battlegrounds ойнаған видеоны жалғастырамыз. Так, бүгінгі видеоның тақырыбынан көргендеріңіздей мен сіздерге қалай аттяшканы беруді үйрететін боламын достар. Енді аттяшка беруде мен біраз адамдарға сұрақ қойған болатынмын. Яғни сіздерге де бір сұрақ қояйын. Аттяшканы қалай береді деген сұрақ. Яғни қазір видеоны стопқа қойып комментарийға жауап жазып кетсеңіздер, ал қазір соған жауап беретін боламыз. Енді көбісі жаңа айтып өткенде көбісіне қойдым дедім ғой. Енді көбісі айтады, үшін біреулер айтады солай, біреулер көтеріп дейді там. Ол енді дұрыс көтеріп бересің, енді бірақ та ол әртүрлі ғой. Енді былай мысал үшін қарасаңыздар, адам деп ойбай. Үшін кәместерге адам персонажмен аттяшка беріп көрсетемін. Яғни ешқандай навик жоқ, чисто аттяшка беріп көрсететін боламын. Ендеше қазір видеоға кеттік достар. Осы видеода достар 250 лайк жиналса, мен өзім настройкамды көрсететін боламын. Ендеше кеттік, давайте. Так, міне біз ойынға келдік. Ол үшін міне көріп тұрғандарыңыздай сіз көтересіздер. Егер де ол бір жайында тұрса, көтеріп аттяшка бересіздер. Ал егер де ол қозғалып бара жатса, яғни ол қай жаққа қозғалып бара жатқанына қарай, сол жаққа қарап тұрасыздар. Ал бұларды енді түзу көтере бересіз. Енді үшін қазір менің аттяшкаларыма емес, жай ғана неме қараңыздар. Яғни мынау атып тұрғаным бар емес пе? Осыған назар салып отырыңыздар. Міне мысал үшін көрер болсақ, оны былайынан бұл түзу келе жатса, яғни көтересің. Ал егер де осылай болса, оны жанға қарай болса, жанға қарай көтересің. Ол адам қай жаққа кетіп бара жатқанына байланысты. Сол жаққа қарай болса сол. Ал бұларды енді көріп тұрғандарыңыздай көтере бересің. Ал енді достар, барлығыңыз мына Винчестермен аттяшка беру қиын болады. Ол үшін сіздерге ең оңайы, сіздерге нормальный автомат таңдай білу керек, және де нормальный настройка табу керек телефоныңызға. Яғни өзіңізге ыңғайлы. Әр телефонның настройкасы әртүрлі болады, чувствительності. Яғни үшін айтқанда достар, енді біреулердікі болады, типа телефоны там телефонның әр несіне байланысты, GPI ма солай болу керек, сен бірдеңесі үшін соған байланысты, сіздің қолды былай көтеруіңізге байланысты. Солай көтеруге байланысты. Әр телефонның чувствительності болғанда, Free Fire тілімен, телефон тілімен чувствительності айтқанда, сіздің телефоныңыз мысал үшін экраны қатты сезетін болса, яғни сізге достар 50-ден жоғары болу керек чувствительності үшін. Сол кезде там нормально болады, қозғалтуға да бәрін ыңғайлы болады. Ал егер де сіздің телефоныңыз жай сезетін болса, өздеріңіз көрсетеді. Енді бірақ ол әртүрлі болуы мүмкін, өз адамға да байланысты, адамның аттяшканы қалай көтеруіне байланысты ғой. Үшін сол. Так, өздерің көрсін ғой достар. Так, мен анау айтпаймын, енді аяғына өз пікірімді айтып отырмын. Яғни тыңдасыңдар, өздерің білесіңдер. Бірақ та енді өздерің білесіңдер ғой. Так, енді достар, қазір адам персонажын білетіндер, навик болмағаннан кейін аттяшка беруде қиындау болады. Неге? Себебі навик жоқты үшінші. Сонда да мен қазір аттяшка беріп жүрмін. Бірақ та достар, үшін настройка, енді бір настройкалар болады, адамдарға нормально жағатын бір настройкалар болмайды. Яғни аттяшка бере алмайтын адамдар настройкалары әртүрлі болады. Мысал үшін мына екеуі кровашпен, яғни Винчестермен аттяшка беру өте оңай. Көбісін көрсеңдер аттяшканы жақсы көреді. Ол үшін жай ғана Винчестерді көтере білу керек. Және достар, бұл жерде только аттяшка қатты беру емес, ол адамның өзінің ойынына байланысты. Мысал үшін нормально ойнау керек. Әрине мансабат етіп ойнау керек достар. Себебі мансабат етіп ойнамасаң, по-любому сен скиллың қаншалықты мықты болғанымен ұтылып қаласың. Енді достар, осындай видео болды. Енді настройканы көру үшін 250 лайк жиналып саяқ. Ендеше видеоға бітті. Давайте достар.
Так, алдыңғы видеода осы бала жеңіп алған болатын. Енді ойбай, осы бала жеңіп алды, иә. Ал одан алдыңғы видеода мен жеңіп алды деген балаға алмазды салып бердім. Міне скрин көріп тұрсыздар. Енді осы видеода тағы да 100 алмаз ойнататын боламын. Оны ұту үшін жай ғана менің арнама тіркеліп, осы видеоға лайк басып, және описаниеда тұрған бір спонсорға тіркеліп, және комментарийға мен қатысам деп ID қалдырып кетіңдер. Давайте келесі видеода жауап шықтым.